Ассалаумағалейкум, сәлемашаңызға. Мен бүгін сіздерге қистай хиндидің пайдасы туралы, оны кімдер ішпеу керек, әйелдерге қандай пайдасы бар, бедеулік кезінде қалай қолдану керек, салмақ жоғалту үшін қандай мөлшерде қолдану керектігін айтатын боламын. Алдымен мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қистай хинди Қытайда, Үндістанда және көршілес елдерде өсетін көп жылдық өсімдік. Көптеген ғасырлар бойы бұл өсімдіктің тамыры шығыс халықтық үнді, Қытай, араб медицинасында қолданылған. Оның құрамында 130-дан астам құнды заттар бар. Қистай косметологияда, парфюмерияда, ароматерапияда емдік хош иісті зат ретінде қолданады. Қистай хинди ұнтағы антигельминтикалық қабынуға қарсы әсерге ие. Ол терінің өнін жақсартады, респираторлық ауруларда, демікпелерді емдеуде қолданады. Асқазан, ішек ауруларын емдейді. Қистай хинди әртүрлі ауруларда терапия үшін қолданады. Мысалы, суық тию, құрттар және сібірия. Құрамында ұсақталған тамыр бар. Қистай хиндидің емдік қасиеттері қандай? Ол иммунитетті нығайтады, вирустар, инфекциялармен, паразиттермен, санаулықтармен күреседі. Қанның ұйуын жойып, қанды сұйылтады. Қистай хинди ұнтақталған ұнтақ түрінде болады. Оны ішке қабылдағанда су мен балға араластыруға, смузи мен шырындарға қосуға болады. Ұнтақты ауыз қуыс ауруында ауызды шаюға болады. Қистай хиндиді кімдер ішпеу керек? Түймедақ, хризантема, амброзия, барқытсы гүлдеріне аллергиясы бар адамдарға болмайды. Қистай хиндиді қанша уақыт ішуге болады? Ересектер күніне 1 капсуладан 3-5 рет жылы сумен ішеді. 7 жастан асқан балаларға күніне 1 капсуладан 2 рет 100-150 мл жылы сумен ішеді. Қистай хиндиді қанша ай ішу керек? Терапияның тиісті емдік әсерге қол жеткізу үшін 2 айлық курста жүргізілуі керек екенін есте ұстаған жөн. Және оны ешбір жағдайда үзбеу керек. Бұл күрделі ауруларды жеңуге қосымша мүмкіндік береді. Қистай хиндидің әйелдерге пайдасы қандай? Қист әйелдерге эрозия, вагинит, сецевит, кальпит сияқты әртүрлі қабыну ауруларын жоюға өте пайдалы. Сондай-ақ ол цистит, молочницаға, герпесті жоюға көмектеседі. Бедеулік кезінде қалай қолданады? Күніне 2 рет 1 стакан жылы суға 1 шай қасық қист алып ішеді. Көшті 2 шай ішеді. Бұл әйелдерге, ерлерге де бірдей. Сонымен қатар қист жыныстық құмарлықты арттырады. Салмақ жоғалту үшін бірдей мөлшерде 1 қасық қиспен балды 1 стакан сумен ішеді. Таңертең аш қарынға, бірақ кешкі асқа дейін 1 сағат бұрын ішеді. Қистай хиндиді қалай қайнатуға болады? Тек оны қарапайым сумен емес, қайнаған сумен толтыру керек. 15 минут қайнатып, сосын барып қоюсыз, яғни сүзіп ішесіз. Тамақтанудан 15 минут бұрын немесе тамақтанудан 40 минуттан кейін ішу ұсынылады. Егер де мен видеом сіздерге ұнаса, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.